бастапқыда тура келеді. Мен баяндамамның тақырыбы мемлекеттік тіл және әбдуәли қайдар болады. Енді әрине бір 2-3 минут қана соны бір қысқа дүниелердің келістерін ғана айтып өтейін. Енді Қазақстанның тарихында қазақ тілі біліміне қатысты дүниелерде 1989 жылғы орны бөліп сол жылы өте үлкен оқиға болды. Біріншісі тіл туралы заң қабылданды, екінші алаш арыстарды ақталды, үшіншісі осындай оның алдында өздеріңіз білесіздер 1987 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетімен Қазақстан министрлер кеңесінің тілдер туралы қаулысы шықты, заңнан бұрын. 19 мартта. Сонда орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі деп көрсетілген. Сондықтан мына қазіргі президентіміздің қазақ тіліне ұлтаралық қатынас тілін береміз деген нәрсе біздің қазіргі жағдайымыз үшін ол өтіп кеткен шақ. Сондықтан біз президенттің сондай ұсынысына емес, біз қабылданған нормаға 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясына ден қоюымыз керек. Сонда 7-ші бабында білесіздер, ақпен қараға жазылғандай Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл екендігі қайта басқандай көрсетіліп отыр. Сондықтан бізге тек Конституцияны орындау керек. Конституцияны жүзеге, соның нормасын жүзеге асыратындай қадамдар жасауымыз керек. 30 жыл болды осы мәселені айтып келе жатырмыз. 30 жылдан бері қаншама бағдарламалар қабылданды, қаншама енді ауызды шөппен сөктіруге болмайды, өте көп жұмыстар жасалды. Жаңағы 89 жылы 3+3 үлкен жаңалық болып деді ғой, үшіншісі есімде түсіп жатыр, үшіншісі қазақ тілі қоғамының өмірге келуі. Сол 30 жылдан бері қарай ептеген ғана алғашқы жыл бар, бірақ практикалық тұрғыдан қазақ тілінің өмірге енуі сол тоқтап қалды. Әсіресе соңғы 10 жылда керісінше кетіп жатыр. Осыдан тура 10 жыл бұрын қазақ тілінің қоғамның құрылғанына 20 жыл толуына байланысты өткен салтанатты жиналыста сонда қол жеткен жетістіктер көрсетіліп кетті де, қазақ тілінің қолданылуы биыл 70% болу керек еді, сол төмендеп 60% болып қалды деп көрсетілді. Ал осы 10 жылдың ішінде ол одан ары төмендеп, мейлінше кету керек деп, шамамен бір 30%-ға ғана түсіп қалды. Өйткені көшеге шықсақ, елдің бәрі қазақ азаматтары, мен енді оларды әзірге чукчалар деп атаймын, өзінің бала-шағасымен орысша сөйлеседі. Дүниеде екі халық бар екен, орысша сөйлеген мақтан тұтатын. Ол чукчалар мен қазақтар. Сол сияқты жаңағы осының барлығы зиялы қауымның мына елдің алдында жұмысының төмендігінен емес, бұл биліктің осы мәселеге өте асылы қарайтындығын мысалы. Енді алдағы уақытта жаңағы Қасекеңнің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының жаңағыдай қазақ тіліне ұлтаралық статус беру жөніндегі мәселесі, оны қолдаудың қажеті жоқ. Мен енді әлеуметтік желілерде өзім пікірімді жаздым, біз Конституцияны орындауымыз керек. Тіпті қолымыздан келсе, осы Конституцияның 7-ші бабының 2-ші тармағын мүлде алып тастау керек. 2-ші тармағы мемлекеттік ұйымдарда және өзін басқаратын органдарда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген. Ал мұна Конституциялық кеңес осы жерде үлкен айлакерлік жасап, мемлекеттік ұйым мен мемлекеттік органның арасына теңдік белгісін қойып жіберді. Мемлекеттік орган дегеніміз бұл заң шығарушы орган, парламент, министрліктер, президент әкімшілігі, облыстық әкімшіліктер, мемлекеттік органдар. Ал мемлекеттік ұйымдар дегеніміз оларға бағынышты, мысалы ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринариялық департаментінің бір ауруға қарсы
мекемесі десе, соны мемлекеттік ұйым деуге болады. Осының арасында орган, мемлекеттік орган мен мемлекеттік ұйым дегеннің арасында теңдік белгісін қойып жіберді. Соның салдарынан біз әлі күнге дейін мемлекеттерімізді өзінің деңгейіне шығара алмай келе жатырмыз. Әбекең тірі болса, мұнда жаңағы қазақ тілінің ұлтаралық қарым-қатынас тіліне айналдыру керек дегенге ол кісі бірден қарсы болады деп баяғыда ол күнге жалғыз өзі қарсы шығып, қазақ СССР-ында бір ақ тіл болу керек, мемлекеттік тіл, ол қазақ тілі болу керек деген қағидатын ұстанып қалар еді. Сондықтан жаңағы тіл білімі институтынан, ғалымдардан осы мемлекеттік тіл туралы конституцияның бабының орындалуына күш салуға шақырып келеді. Енді сөзімнің соңында Әбдіғали Тоқалбайұлының 95 жылдығына арнайы осындай дөңгелек үстел ұйымдастырып, еске алу жасап жатқан Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының ұжымына, оның басшысы Ерекеңе, бүкіл туыстарының атынан рахмет айтқым келеді. Әрі осы мәселеге елеулі үн қосып, өзі арнайылап келген, өзінің ұстазын құрметтеп келген Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының бірінші орынбасары Жансейіт Түймебаев мырзаға да алғыс арнағымыз келеді. Сол кісілердің қолдауымен осындай бүгін бір салиқалы әдемі жиын өтті. 95 деген қаншама ғалымдар келіп жатыр, ал осындай бостық үйінде, осындай үлкен көлемде салиқалы жиын өткізіп, осы сол жөнінде халықаралық жиын десек, бұл айналма десі болады деп ойлаймын. Осыны өте әдемі ұйымдастырып өткізген Ерекестерге мыңда бір рахмет. Енді жаңа Ерекең Әбекеңнің отбасының өтінішін айтты. Қазір достық